Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қандай адам мынау әлемге атом соғысын ашуды ашық үгіттеп насихаттап отырған Путинді қолдайды? Бұл екінші дүниежүзілік соғыста Гитлерді қолдағанмен бірдей. Бұл Путин деген путлер, Ши Цзиньпин деген шетлер, Тоқаев деген тоқлер. Бұлардың барлығы фашист. Путиннің саясаты Совет одағын қалпына келтіру. Ол не нәрсеге өкінесіз дегенде, Совет одағының құлауы біздің ғасырымыздағы үлкен катастроф деген. Үлкен тарихи қайғылы оқиға деген. Тып-тыныш бейбіт жатқан Украинаға соғыс ашу. Украин деген халық жоқ, Украин мен орыс бір халық дейді. Бұдан өткен зұлымдық бар ма? Төптің түбінде осы панславянизм үлкен ауру. Анау сербтер қазір Ресейді қолдап жатыр, Еуропада тұрғанына қарамай. Венгерлер қолдап жатыр. Тіпті кейбір чехтар, словактар панславянизммен ауырады. Әлеуметтік желіде оның бәрін бақылап көріп отырмыз. Бірнеше күн бұрын Қалман Қизатұлы Зұқа Батыр немересінің үйінен қонақтан келе жаттық. Мына Тақияны Қалман Алматтан алып кеп. Содан метрода бір шал кеп бізден жол сұрады. Метроның бекетінде тұрғанбыз. Шалдың сөйлеген акцентінен орыс екенін білдім. Орыссың ба деп сұрадым. Ти русских деп өзімнің білетін екі ауыз орысшамды пайдаланып қалдым. Шалдың көзі жарқ ете қалды. 40 жыл Америкада тұрады екен, Горбачев заманынан. Акцент орысша болып тұр. Инженер болып жұмысқа кеп қалып қапты. Содан Путин туралы сұрақ қойдық. Қасымызда тағы бір бауырымыз бар. Ана орыс шалың әлі сәбет. Санасының уланғаны соншалық әлі сәбет. Менің баяғыда бір постым бар еді, бір лекцияларым бар еді. Қандай орыс шовинист емес, қандай орыс импершіл емес. Украинада тұтқынға түскен орыс дейтінмін. Тек Украинада қолға түскен, тұтқын болған орыс қана шовинист емес. Тек Украинада қолға түскен, тұтқын болған орыс қана импершіл емес. Осы сөзім бар еді. Енді мен қазір бұл сөзімді тағы өзгерткім келіп тұр. Қандай орыс шовинист емес, қандай орыс импершіл емес. Өлген орыс қана. Тірі орыс Америкада 40 жыл өмір сүріп, Американың жақсылығын көріп, бала шағасын Америкада өсіріп, Американың еркін демократиясынан игіліктеніп отырып, 40 жыл өмір сүрген орыс ана жақта Путинді жақтап отыр. Совет кезі жақсы еді дейді әлгі шал. Ол кезде ұлттар тату тәтті болатын. Бірін-бірі сыйлайтын, қазір өшпенділік орнады дейді. Ол өшпенділікті кім тудырып отыр? Әдейге шалды біраз сөйлеттім. Украиндарға соғыс ашуына қалай қарайсың дейді. Путинді ашық жақтай алмай отыр. Неге? Путинді ашық жақтаса, шал шошып отыр. Мынау азияттар, мынау қазақтар теуіп кетеме деп шошып отыр. Ондай қулық бар. Енді жаңағы шалың не дейді? Американың ақшасын украиндар сұрап қып жатыр. Американың Украинға берген ақшасын ұрдап, шетел асырып, парақорлар жеп жатыр дейді. Енді ол ана Украиндағы парақорлықты сындайды да Путин туралы айтпайды. Міне қайда жатыр әңгіменің өзі. Енді осындай шовинист импершіл адамзатқа үлкен
атом соғысының қаупін тудырып отырған Ресейді, Путинді жақтайтын Ердоған кім болады бізге? Кардаш па? Бауыр ма? Ойланайық. Көп адамдар пантүркизммен ауырады. Ердоған оларға жақсы сезіледі. Бекболатты, вахабистерді қанатының астына алып, қорғаштап отырған Ердоған сүйікті көрінеді біреулерге. Панславянизм, панславизм қандай үлкен фашистік имперлік бағытқа апарса, әлде бір қазақтар ауыратын пантүркизмде сондай үлкен ауыр жағдайға апаруы мүмкін. Ертең Қарақалпақты қынадай қырған өзбек сарттар, Қарақалпақ бауырым, қарындасым, біз бір халықпыз деп, ертең сол ақсақ темір құсап қазақтың даласына көз ашуы мүмкін. Неге? 40 миллион өзбек анау алақандай жерде сыймай отыр. Ол өзбекті қуып апарып оңтүстіктің құмына тыққан кім? Қазақ. Қазақ хандығы өзбектер басып алған 40 елді мекенді тартып алып өзбекті апарып құмға тықты. Ташкенде Мұхтар Әуезов оқыды. Ташкеннің айналасы, Ташкен әуежайының маңы әлі түгел қазақ. Сол өзбекке Совет кезінде Қарақалпақты қазақтан жұлып алып беріп қойды. Сол кезде Қарақалпақтың үлкен саяси мансаптылары Мәскеудің алаяқтығын сезбей білмей қалды. Олар бүйтіп ойлады. Қазақтың құрамында болса, Қарақалпақ тілі жойылып кетеді. Себебі Қарақалпақ тілі мен қазақ тілі 99% ұқсас. Одан көрі өзбектің құрамында болсақ, өзбек алыстау, сарт, біз түркіміз, тіліміз аман қалады деп ойлады. Және сол замандағы Қарақалпақтың қателескен саясаткерлері Совет кезінде қазақтың құрамында болсақ, Қарақалпақстанда жасайтын, Қарақалпақтармен қатар жасайтын қазақтар бар. Сондықтан Қазақ Совет Социалистік Республикасы Қарақалпақстандағы қазақтарды қолдап, бізге зияны тиеді. Бірақ Қарақалпақстанда өзбек жоқ. Сондықтан өзбекке бағынсақ, өзбек құрамында болсақ, олар қазақты да, Қарақалпақты да тең қарайды. Себебі Қарақалпақстанда өзбек жоқ. Қазірге дейін өзбек жоқ. Тек өзбектің армиясы бар, тек өзбектің жаңа жіберген мансаптылар бар. Деді. Сөйтіп ойлап, ең соңында Мәскеудің қақпанын қауып, бүгін міне Қарақалпақты өзбектер қынадай қырып отыр. Өзбектер қынадай қырып отыр. Сондықтан мен осы жерде пантүркизм дейтін аурумен ауыратындарға айтамын. Өзбек Қарақалпақты қынадай қырғанда түркі бауырым деді ма? Деген жоқ. Түркі екен, тамырым бір екен деді ма? Деген жоқ. Қынадай қырды. Өзбектің диктаторы Каримов Андижанда бейбіт халықты, қолында көк темірі жоқ халықты қынадай қырып тастағанда, сол Андижанды өзбегім екен, ұйғырым екен деді ма? Деген жоқ.